Ақыл, ғылым, бақыт үшеуі бір-бірімен таласып сарапқа түсіпті. Сарапшылар оларға былай дейді: бірінші бақытқа. Тыңдап тұрмын. Сен тұрақсыз, опассызсың. Орныңды таңдамай қонасың. Қонғаныңды ісінтесің, тасытасың. Ақырында бір күні лақтырып тастап кетесің. Ақыл мен тізе қос, сонда көп жасайсың. Екінші ғылымға. Тыңдап тұрмын. Дүниеде сенен күшті нәрсе жоқ. Қара тасты қайнатасың. Дүние жүзін жайнатасың. Сақауды сайратасың. Жоқты бар етіп, бардан жоқ жасайсың. Бар ғаламды өзіңе бағындырған келеді. Бағынбағанды демде әлек қыласың. Түзеу де, бұзу да сенен шығады. Ақыл мен бірік, сонда көп жасайсың. Үшінші ақылға. Тыңдап тұрмын. Дүниеде сенен артық дос жоқ. Бірақ ашу үстіне кіріп келгенде орныңды беріп шығасың да кетесің. Ашу бүлдіріп кеткен соң кіресің де ашу бүлдіргенін оңдайсың. Әуелден орныңнан тұрмай отырарсаң, ашу сенің үстіңе кірмеген болар еді. Барыңдар, ақыл, сен адам бол. Ғылым, сен ат бол. Бақыт, сен қамшы бол. Үшеуің біріксең, ешбір мұң мұқтаждарың болмайды.